Бақыт деген не? Барлығымыз бақытты бол деп жататын, барлығымыз бақытты болсам деп іздеп жүретін бақыт дегеніміз не? Әрбір адам үшін бақыттың анықтамасы әртүрлі. Бірақ оның негізі адамдардың өмірден мән тауып, сол мәнге сай өмір сүруінде. Бақытты әртүрлі қырдан сипаттасақ болады. Адамның ішкі тыныштық пен қанағаты. Мысалға, сыртқы жағдайларға қарамастан, ішкі жан дүниең тыныштыққа келтіре алсаң, міне сол нағыз бақытқа қол жеткізгенің болып саналады. Қарапайым нәрселерден ләззат ала алсаң, сол да үлкен бақыт. Көптеген адамдар бақытты үлкен жетістіктермен немесе байлықпен байланыстырады. Алайда шын бақыт қарапайым нәрселерден, отбасыңмен өткізген уақыт, табиғаттың әсемдігі, достарыңмен қарым-қатынас сияқты кішігірім қуаныштардан құралады. Өмірде өзіңді тауып, өз мақсатыңды жүзеге асыра алсаң, ол да бір бақыт. Адам өз жолын тауып, өзінің сүйікті ісімен айналысса, сол арқылы бақытын сезінеді. Өмірде өз орныңды табу адамды қуанышқа бөлейді. Рухани өсу мен өзіңді жетілдіру. Бақыт тек қана материалдық игіліктерден емес, рухани дамудан, өзіңді тәрбиелеп, жаңалыққа ұмтылудан, ішкі жан дүниеңді байытуда. Сол да сені бақытқа кенелейді. Қамқорлық пен махаббат. Басқаларға көмектесу, жақындарыңды қолдау, мейірімді болу, біреуді қуанта алу. Бұл да үлкен бақыт болып табылады. Махаббат арқылы адам өз өмірінде маңызды сезініп, өмірінің мәні сияқты болып терең түсіне алады. Қазіргі сәтті бағалай біліңіздер. Бақыт өткенге өкінішпен, болашаққа алаңдаушылықпен қарамай, қазіргі сәттің әрбір сәтінен бақытты сезіне білуде. Барлықтарыңыз бақытты болуларыңызды тілеймін. Бақытты болыңыздар.